Барлықтарыңызға сәлем, құрметті оқырмандар. Осы жағдайда мына жеңіл автокөлік жүргізушісіне солға бұрылуға осы траекториямен рұқсат етіле ме деген сұрақ. Құрметті оқырмандар, егер сіз жүргізуші куәлігін алу сынағына дайындалып жатқан болсаңыз, онда сізге бұл сұрақтың жауабын ережеге сәйкес білу маңызды. Себебі осы сұрақ тестте бар, және бір ғана сұрақ емес, дәл осылай болып неше түрлі болып түрленіп келеді. Сол кезде сіз егер түсініп алған болсаңыз, шатаспайсыз. Құрметті оқырмандар, қараңыз, бұл жерде трамвай жолы бар екенін көріп тұрмыз. Бұл жол бойымен трамвай жолы бар, иә? Екі трамвай жолы бар. Біреуі сізбен бағыттас, екіншісі қарсы бағытта, иә? Оны түсіндіңіз. Оны екі трамвай жол болса, ол түсінікті болады. Енді қараңыз, сіздің тұрған жолда екі жолақ бар, иә? Көліктер жүруге арналған екі жолақ бар. Бұл көлік жүргізушісі мына трамвай жолымен солға бұрылмақшы болып тұр. Енді қараңыз, жол ережесіне сәйкес, егер сізге мына трамвай жолы бағыттас болатын болса, трамвай жолынан солға бұрылуға рұқсат етіледі. Бірақ егер де сізге әр жолақпен жүру бағытын көрсететін белгі тұратын болса, ол кезде сізге трамвай жолымен солға бұрылуға тыйым салынады. Енді қараңыз, мына жерде демек мына әр жолаққа жүру бағыты көрсетіліп тұр. Демек бұл жерде трамвай жолымен бұрылуға болмайды. Тек өзіңіздің жолағыңызбен, мына сол жақ жолақпен солға бұрыласыз. Түсіндіңіз ба? Яғни бұл жерде мына жеңіл автокөлік жүргізушісі ереже бұзып тұр. Құрметті оқырмандар, ал егер әр бағытқа көрсетіп, әр жолаққа жүру бағытын көрсетіп тұрған белгі болмаған жағдайда, ол кезде әрине рұқсат етіледі. Құрметті оқырмандар, назарларыңызға рахмет. Біздің каналдағы видеоларды қарасаңыздар, жол ережесін тереңірек түсініп аласыз.